Ал, қыз жігіттер кеш жарық. Мынау менің жаңғаладың шамамен 5-6 айлық тоқтысының құйрығы. Міне соны мен мынандай гармошка қылып кесем, тіліп алам, осып, міне көріп отырсыз ма? Осып. Міне. Түпкілікті кесіп тастамаймыз, түбіне қалады, шашылып қалмау үшін. Міне осыны мен мына коронавирустан бұрын 3-4 жыл бұрын жеп бастағам. Пісірмейм. Міне мына қызыл бұрыш, әртүрлі приправаларды, міне, для баранины, для плова, мясо по-казахски деген. Соларды тұзға араластырам, міне, тұз бар ішінде. Жақсылап араластырып, сосын мыналарды мен ашып тұрып, міне былай арасын ашып қойып, әрқайсының арасын. Мына приправаны бүйтіп салам. Әрқайсының. Жетпеген жеріне бүйтіп қолмен жауып жіберуге болады. Міне, келесін ашамыз. Анықтап ашып алып, оған да салам. Міне. Осылай. Осының барлығын салып болғаннан кейін, мынандай пакетке, кәдімгі пакетке салып, бір 2-3 күн жылы жерде тұрады. Айталық холодильниктің үстінде, шкафтың үстінде, мына кухонный шкафтар бар ғой, соның ішіне қоям. Себебі жоғарыда жылы ғой. Жылы жерде тез сіңеді. Сосын пісірмей-ақ кәдімгідей жей беруге болады, кесіп алып, күнде шайға, қонақ келгенде қонаққа қоюға болады. Осыны менен көргеннен кейін біздің ауылдың адамдарда қыз келіншектер, жігіттер менен рецептін сұрап алып, өздері жасап осылай жеп жүр. Себебі бұл емдік қасиетін жоғалтпайды. Ал бұны суға бір пісіріп алып, сосын барып салатындар бар, тұздап. Онда ол пісіріп 100 градус суға піскеннен кейін оның емдік қасиеті жоғалып кетеді, тек қана тамақ болып қалады ол. Тамақ ретінде. Ал мен пісірмеймін, қайталап айтамын. Осы күйінде 2-3 күн жол жерде тұрады. Сосын холодильникке тоңазытқышқа салып қоям. Сосын кесіп алып, шетінен жей беруге болады. Міне мынаның бәрін жағып шығам, арасына төңкеріп қойып, астыңғы жағына ысқылап қолмен жағып шығам. Сосын әрі қарай денімізге саулық берсін деп жей беруге болады.